Салыктар дегенimiz не? Бұл экономиканың дамуын, мемлекеттің қаржылық қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Осылайша, сіз өз еліңіздің азаматтарын бақытты қыласыз. Салықтар неден төленеді? Салықтар берілген фискалды чектен төленеді. Әр сатып алу кезінде чекті талап ете отырып, сіз өз мемлекетіңіздің дамуына үлес қосасыз. Халықты ақысыз дәрі-дәрмекпен, біліммен, мәдени дамумен қамтамасыз ету, елді қорғау, қылмыспен күрес деңгейін арттыру, тікелей мемлекеттік бюджетке байланысты. Сонымен қатар, ұлттың әл-ауқаты да көтеріледі. Сіз жол салуға, ұлттық қауіпсіздікке, әлеуметтік мақсаттарды жүзеге асыруға қаражат саласыз. Сауда жасар алдында Вайпан қосымшасын орнатып алыңыз. Онымен